Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жүктілікке байланысты жұмыстан босатылу, яғни до родовые пособия туралы айтатын боламын. До родовой тек жұмыс жасаған әйелдер, бірыңғай жиынтық төлем төлеушілер, яғни экспо төлейтіндер, жеке кәсіпкерлер, еңбек шартымен жұмыс істеп төлем жүргізген әйелдер ала алады. Яғни уақытша жұмыссыздық парағы негізінде. Уақытша жұмыссыздық парағын өзіңіздің дәрігеріңіз, женская консультация уақытын барлығын туралап жазып беретін болады. Уақытша жұмыссыз парағы берілген күннен бастап 12 айдан кешіктірмей өткізу керек. Жүктілікке байланысты жұмыстан босатылу, до родовой төлемдерін есептесек, жеке кәсіпкер өзінің ісін бастаған кезде өзінің салық режимін таңдайтын болады. Патент, оңайлатылған режим, жалпыға ортақ режим бойынша салық нысандары бойынша өзінің салық есептілігін тапсыратын болады. Сонымен қатар өзінің салық төлемдерін жүргізіп отырады. Ол 2022 жылы ең төменгі жалақы бойынша, мысалы міндетті зейнетақы жарнасы бойынша ең төменгі жалақы 60 мың болса, оның 10% 6 мың. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымы бойынша ең төменгі жалақыны, яғни 60 мыңды 1/4 коэффициентке көбейтіп, оның 5% 4200 теңгені төлейтін боламыз, яғни мәмске. Әлеуметтік аударым бойынша бұл жерде минимальный және максимальный сума бар. Яғни минимальный 60 мыңның 3,5% 2100, максимальный бұл әлеуметтік аударым қорының бекіткен 7 еселенген міндетті, яғни ең төменгі жалақы бойынша 60 мыңды 7-ге көбейтсек 420 мың болады. 420 мыңның 3,5% 14700 теңге. Яғни максимальный 14700-ден артық біз төлей алмаймыз. Бұл жерде ең басты назар аударатын осы әлеуметтік төлем. Себебі жәрдемақының барлығы осы әлеуметтік аударым қорынан төленетін болады. Сол себепті біз максимальный осы 14700-ді құйып отырсақ, өзімізге пайдалырақ. Ендігі мәселе, барлық төлем сомасы 24900-ді құрайды. Біз ай сайын 24900-ден 12 ай бойы төлеп тұрсақ, біз миллионнан аса суманы алатын боламыз. Ол суманы қандай коэффициенттер арқылы есептейміз, соны шешіп алайық. Бірінші, регионға байланысты жүктілік 27 аптадан бастап ядролық сынаққа түскен аймақ тұрғындары үшін 5,6 коэффициент бойынша есептеледі. Қиын бірнеше бала туған әйелдер үшін 6,13 коэффициентпен есептелетін болады. Яғни бұл ядролық сынаққа түскен аймақты біз Семей облысын, Семейді айта аламыз. Басқа региондар үшін жүктілік 30 аптадан асқан кезде есептеледі. Ол 4,2 коэффициентпен, қиын 2-не одан көп бала туған әйелдер үшін 4,6 коэффициентпен есептелетін болады. Ендігі кезде декреттік төлемдер бойынша қолымызға алатын соманы есептейік. Мысалы, минимальный біз әлеуметтік аударым базасы бойынша минимальный 2100, максимум 14700 төлейтін боламыз. Біз максимальный 12 ай бойы 14700-ден төлеп келсек, оның салықтық базасы 420 мың болады. 12 ай бойы төлеп келген 420 мыңның орташа сомасы 420 мыңның өзі. Яғни оның коэффициенттерге көбейтеміз региондарға байланысты. Мысалы, Семей қаласы бойынша 5,6 коэффициентке көбейтсек, 2,352,000 мың есептеледі. Оның 10% міндетті зейнетақы жарнасына кетеді. Карточкаға 2,116,800 теңге түседі. Екінші, басқа региондар бойынша 4,2 коэффициентке 420 мыңды көбейтсек, 1,764,000 мың шығады. Оның 10% 176,400 теңге зейнетақы қорына түссе, 1,587,600-ді қолымызға аламыз, яғни картамызға түседі.
сонымен қатар кесарево болған, қиын жағдайда босанған немесе көпбалалы аналар үшін 4,6 коэффициентпен есептелсе, сізге 1.932.000 теңге шығады. Оның 10%-ын міндетті зейнетақы қор жарнасына төлесек, қолымызға таза 1.738.800 теңге ала аламыз. Тағы бір айта кететін мәселе, сіздер осы жәрдемақыларды алатын кезде арнайы халық банкінен немесе қазпочтадан жәрдемақыға арналған шот ашып қойсаңыз дұрыс. Себебі келеңсіз жағдайлар болған кезде арестке қойылуы мүмкін. Сол кезде бұл именно осы жәрдемақы бойынша ашылған шотқа ешқандай арест қойылмайды. Осы видеоролик пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаймыз.